Самұрық-қазына әл-ауқат қорының жағдайы онша мәз болмай тұрғанға ұқсайды. Мұны біз неге KZ ақпараттық сараптамалық порталының зерттеу материалынан байқаймыз. Портал қарызы жылдық выручканың жартысынан көп. Самұрық-қазына неге кризисте отыр деген тақырыппен жариялаған мақаласында әл-ауқат қорының жұмысы тұралап жатқаны жан-жақты келтіріліпті. Ал Самұрық-қазына қорының өзінің әр кездегі есебінде ішкі проблемалары жайлы айтылмайтын сияқты. Дегенмен аталған портал журналисі Самұрық-қазына әл-ауқат қорының өзекті проблемаларын ашып көрсетіп отыр. Кеш жарық ағайын, бұл неге ақша бағдарламасы? Автор былай деп келтірген: 2024 жылдың 9 айында Самұрық-қазына әл-ауқат қоры бәлендей тиімділік көрсетпеді. Теңгелей выручканың өсуі доллар бағамының өсу деңгейінен қалып қойды. Долларға шаққанда Самұрық-қазына былтыр ешқандай прогресс байқата алмаған. Есесіне қарызы теңгелейде доллармен де өсіп барады. Оның үстіне 3.90-ның выручкасы 964 миллиард теңгеге өссе, тиісінше өнім өндіру өзіндік құны 752 миллиард теңгеге қымбаттап кеткен. Ал толық жылдың қаржылық нәтижелерін алғанда картинаның одан да мүшкіл болатынын болжай аламыз. 2024 жылдың 9 айы бойынша Самұрық-қазына әл-ауқат қорының қарызы 6,41 триллион теңгеге бағаланады. Бұл Қазақстан үкіметінің 2024 жылы ұлттық қордан тартқан трансферттерінен де көп. Ең қауіптісі, осы қарыздың жартысынан астамы ақш долларымен алынған. Тиісінше біздегі теңгенің құлдырау қараша айында болғанын ескерсек, 2024 жылдың қорытындысы бойынша қордың қарызы кемінде 10%-ға артуы тиіс. Пессимистік болжаммен біз Самұрық-қазына қарызының 7 триллион теңге межесіне жететінін тұспалдай аламыз. Оның 1,6 триллион теңгесін қор 2024 жылы қайтаруы тиіс болатын. 2024 жылдағы 9 айдың шоғырланған қаржылық көрсеткіштеріне келсек, қордың активтері 36,8 триллион теңгеге жетіп, выручкасы 12 триллион теңгеден асты. Ал таза кірісі 2,52 триллион теңге болды. Біршама уақыт бұрын Самұрық-қазына қорының басқарма төрағасы Нұрлан Жақыпов мемлекет басшысының қабылдауында болып, істелген жұмыстар бойынша есеп берген. Оның айтуынша, қор қазіргі таңда энергетика, мұнай-газ химиясы, логистика және басқа да салаларда жалпы құны 53 триллион теңге болатын шамамен 130 жобаны жүзеге асыруда. Оның ішінде биыл жалпы құны 700 миллиард теңге болатын 4 ірі жоба іске қосылды. Басым бөлігі энергетикалық жобалар. Алматыдағы ТЭЦ-2 және ТЭЦ-3 үшін газ инфрақұрылымы жасақталды. Сондай-ақ ГРЭС-1-дің бірінші энергоблогы қайта қалпына келтіріліп пайдалануға берілді. Осы энергоблок электр тапшылығы мәселесінде көмектесуі тиіс. Сиань қаласында құрғақ жүк терминалы пайдалануға берілсе, Қарашығанақ кен орнында 5-ші компрессор жұмыс істей бастады. Қазақстан 2024 жылы шетелден тікелей инвестиция тарту бойынша жоспарын мүлде орындай алмады. Осы олқылықта Самұрық-қазына қорының да кінәсі бар. Инвестициялық жобаларды әзірлеу мен ұсыну бойынша тиімді жұмыс жүргізілмеді. Неге тілдескен инсайдерлердің сөзінше, биыл қордың басшысы ауысады. Қордағы трансформация ойдағыдай қарқынмен жүрген жоқ. Стагнация белгілері жоғары жаққа ұнамай отыр. Порталда Самұрық-қазына қорына қатысты ақпараттар жарияланып тұрады. Мысалы, өткен жылдың соңына таяу үкімет басшысы Олжас Бектенов Самұрық-қазына директорлар кеңесінің отырысын өткізген. Ондағы есеп мәліметінің кейбірі қор жұмысының жаман емесін байқататын сияқты. Бірақ оның талдау емес, есеп екенін ескерсек, Самұрық-қазына қорына жоғарыдағы материалдағыдай сын айту орынды. Есеп материалында былай делінген: мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша қуаты жылына 1,125 миллион тонна полиэтилен өндіретін мұнай химия зауытын салу жобасы іске асырылып жатыр және еліміздің терең өңдеуді дамыту жөніндегі саясатына сай келеді. Жалпы құрылыс жұмыстарын бастау 2025 жылдың 1-тоқсанына жоспарланған. EPC мердігер Италиялық Техникас Рейнидас
CA және қытайлық Sinopec Engineering Incorporated компанияларының консорциумы ұзақ дайындау циклінің жабдықтарына тапсырыстарды орналастыру бойынша жұмыстар жүргізуде. Инженерлік іздестіру жүргізу мақсатында алаңға қазақстандық қосалқы мердігер компания жұмылдырылды. Құрылыс кезеңінде 8 мыңнан астам жұмыс орны құрылады. Президенттің отандық тауар өндірушілерді қолдау жөніндегі тапсырмаларын орындауға ерекше көңіл бөлінеді. Импортты алмастыру бағдарламасы аясында биылғы 9 айдың қорытындысы бойынша қор ұйымдары қазақстандық кәсіпорындармен 115 миллиард теңгеге жуық сомаға 200-ден астам офтейк келісімшарт жасасты. Бұл өткен жылдың көрсеткіштерінен 8 есе көп. 100 миллиард теңге сомасына тағы 23 шарт қаралуда. Арнайы сіздер үшін неге ақша бағдарламасы? Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.